Сәлем достар, бүгін сіздермен қызыл мақпал тортын, яғни красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда көптеген рецепттер салатын боламын. Алдымен біз құрғақ заттарымызды, яғни ұнымызға, менде құрғақ краска, разрыхителіміз салып, бір араластырып қоямыз. Сонан соң айранымызға ас содасымен 6% яблочный уксусты айранымызға қосып араластырып аламыз. Осындай көп бір реакцияға түседі. Ал енді құрғақ ыдысымызға қантымыз салып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, миксерлейміз. Осындай біркелкі араласып болғаннан кейін жұмыртқамызды біртіндеп салып миксерлейтін боламыз. Яғни бізде 3 жұмыртқа қосылады, 3 бөліп миксерлейміз. Екінші жұмыртқамызды қостық. Үшінші жұмыртқамыз біркелкі араласқанға дейін араластырып аламыз. Сонан соң біздің реакцияға түскен айранымызды құйып, тағы да араластырамыз. Сонымен бірге ұнымыздың бір бөлігін салып жібереміз. Яғни ұнымызды 2 бөлікке бөліп, соның жартысын саламыз. Бірден салмаймыз, біздің қамырымыз басылып қалуы мүмкін. Біркелкі араласқаннан кейін екінші бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Біркелкі араласты, біздің осындай воздушный қамырымыз шықты. Ал енді осы қамырымыз пергаментке бөліктерге бөліп, осылай жайып аламыз. Менде осындай 5 бөлікке бөліп алдым. Өзіме керекті формамды сызып алып, сол бойынша 200 градуста, менің пешім әсел пеш, 200 градуста 6-7 минут пісіріп аламын. Сіздердің пештеріңізге қарай пісіріп алсаңыздар болады. Міне осындай корждарымыз шықты. Керек артық жерлерін кесіп аламыз осындай формамызда. Ал енді кремін жасауға кірісейік. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, түйіршік қалмайтындай етіп, миксермен араластырамыз. Міне осындай біркелкі масса болғаннан кейін салқындатылып тұрған біздің сливкемізді өзімізге керекті мөлшерін құйып алып, қою массалы крем болғанша араластырамыз. Жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін біртіндеп қоса отырып, қою массалы крем шығарамыз. Біздің креміміз қоюлана бастады. Осындай қою крем шығады. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Мен осындай кольцо арқылы жинаймын. Әрбір коржың арасына 3 қасықтан крем жаға отырып, осылай жинап шығамыз. Қанша кремін көбірек салған сайын торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Сондықтан аз салып қоймаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Керемет торттарды дайындап, отбасыларыңызды қуантып жүріңіздер. In this celestial ballroom.
Бізде соңғы кожамызды қойып, енді қалған кремдерін бетіне жағып, осылай тегістеп, айналасына жағып, бізден жаңа артылған, шетінен артылған кождарды блендердің көмегімен талқандап аламыз да, осыны әрлеуге жұмсаймыз. Яғни майдалап алынған шеткі кождарын осылай жан-жанына әрлеуге, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ақ крем етіп қалдырсаңыздар да болады, немесе осылай әрлесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Осылай жан-жанына барлық бізге ұсақталған кожамызды осылай сеуіп шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша менде қалған кремді осылай бір қасықтай кремді алып қалып, осылай бетіне крем жасап әрлеп жатырмын. Тортымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріп, тәттілермен отбасыларыңызды қуанта жүріңіздер. Сау болыңыздар.